Қазығұрт тауы. Халық арасында Қазығұрт тауы хақында бұрыннан қалған аңыз бар. Қарт адамдардың айтуына қарағанда, Құдай баста жерді көкті жаратқанда Қазығұрт тауды бірге жаралған. Өзі аласа тау болса да, жер жүзіндегі таулардың қасиеттісі. Ілгерде жер жүзін топан суы басып кеткенде жалғыз осы Қазығұрт тауы аман қалған екен. Қазығұрт тауының басында күнбатыс жағында азырақ тегіс жер бар. Ол жер Нұх пайғамбардың кемесінің орны дейді. Қазығұрттың басында бір үңгір болса керек. Ол үңгірдің үстіне ағаш шаншып қойған Қазығұрт атаның моласы дейді екен. Басқа жерлерді бұлт басса да Қазығұрттың басын бұлт шалмайды екен. Егер де Қазығұрттың басына бұлт шөгіп көрінбей қалса, қариялар Қазығұрт қарасын киді деп, қатындар күлпарасын киеді екен. Сол уақытында жұрттың бәрі даладағы нәрселерін үйге қояды екен. Қазығұрттың басын жапқан бұлт жаумай кетпес деп, қазақтардың бұрынғы заманындағы ақындары Нұх пайғамбардың кемесінен қалған жануарлар туралы мынаны айтады екен. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Жетім бота үстінде жатып қалып, ойсыл қара жануар содан қалған. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Қыршаңқы тай үстінде жатып қалып, қамбар ата жануар содан қалған. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Тышқақ тана үстінде жатып қалып, зеңгі баба жануар содан қалған. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Қотыр тоқты үстінде жатып қалып, шопан ата жануар содан қалған. Осындай ырыммен түрлі жануарлардың атын келтіреді екен. Қазығұрттың басында көп әулие, мінсең аттай желеді айыр түйе деген мақалдар да бар. Қазығұрттың басы түйенің өркешіне ұқсаған. Оның себебі басқа таулардың бәрін топан суы басып кеткенде, Қазығұртты су баспаған соң, басқа таулар намыс қылып Қазығұртпен ұрысамыз деп жиылысып келген екен. Бәрінің үлкені Ордабасы деген тау бадам суының Қазығұртқа қараған күнбатыс жағында болған. Ордабасы баламай, қызыл сеңдей қызымай, еншілесінім қаңғыраққайт, сізден арға қараққайт деген дауысын естіп, қалғандары бір-біріне солай айғайлаған дейді. Барлық таулар келсе, біздер көп болып кетеміз ғой, ұрыс қылмай-ақ қоялық деседі. Әдейі әуре болып келген соң, тым болмаса қылышты бір сілтеп қалайық деп қылышты сілтегенде, Қазығұрттың басы айырылып қалыпты дейді. Қазығұрттың басы түйенің өркешіне ұқсаған себебі осыдан екен дейді қариялар.